күйеуіңнің опасыздығын 3 нәрсеге қарап түсінуге болады дейді психологтар. Біріншісі, эмоциялық алыстау. Яғни сенің жаныңда отырса да басқа жерде жүргендей сезінесің. Екіншісі, өзіне аса көп көңіл бөлу. Яғни бұрын жастықтан әрең тұратын адам енді таңертең жүгіреді. Иіс-суын ауыстырады. Бастысы телефонға телміруі. Жымиып отырып, біреуге бірдеңені жазады да тұрады. Мен мұны Мараттан байқадым. Өзімді құрметтейтін әйел болғандықтан, күдіктеніп қиналғанымша бірден ашық сұрауды жөн деп шештім. Марат, менің саған әңгімем бар. Менің де. Қарашы, егер біз ай сайын $1860 салып жүрсек, онда Асқарлейіміз оқуға түскен кезде толық қажет сома жиналады. Оны саған кім айтты? Айжан. Неге сен біздің баламыздың болашағын Айжанмен талқылайсың? Өйткені ол өте ақылды, нақты, түсінікті сөйлейді. Менің тілім саған енді түсініксіз болып қалды, иә? Жоқ, бірақ ол күттірмей тез жауап береді, сол маған ұнайды. Тағы несін айтты? Ол әлемнің барлық тілін біледі. 24/7, иә? Шаршамайды. Иә. Сенің сұрақтарыңды күтіп отырады. Қуана жауап береді, иә? Иә. Сонда не туралы сөйлесесің? Ақша туралы, кредиттер, депозиттер, сақтандыру. Банкте жұмыс істейтін болып тұр ғой. Home кредит банкте. Осының бәрін сен қалайша ұялмай маған айтып отырсың? Ол чат-бот қой, жасанды интеллект, AI. Сол үшін Айжан деп айтты. Мына қара. Сонда бұл әйел емес пе? Жоқ, ол ақылды көмекші. Мобильді қосымша немесе сайт арқылы қолжетімді болады. Кейде күдігіміз бізді тым алысқа жетелейді. Ал шындықты білу үшін ең бастысы диалог. Сондықтан сезсең, айт, күдіктенсең, сұра. Ең жаманы іштен тынып жүру.